Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеода «Как не будет» атты киноны қысқаша мазмұндап беретін боламын. Видео басталмас бұрын сіздерге дұрыс тарих арнасын ұсынғым келіп отыр. Бұл арнадан сіздер Қазақстанның және қазақ ұлтының шынайы тарихы туралы ақпараттар таба аласыздар. Қазақ тілді осындай арналарға қолдау көрсетейік. Каналдың сілтемесі описанияда болады. Кино ата-аналар өз балдарын бірінші сыныпқа мектепке алып келгенімен басталады. Балалар бір-бірімен танысып жақсы достасып кетеді, ал ата-аналары болса балдар үшін бір-бірімен араласа бастайды. Әлгі бірінші сыныпқа барған Джулия, Кей, Сэм атты балақайлар бой жетіп мектеп бітіру кешіне дайындала бастайды. Олар үшеуі жандос деп айтсақ та болады, ал ата-аналар болса сол күйі бір-бірімен қатты араласа қоймайды. Кайлидің әкесі Нетчел Джулияның мамасы Лизамен араласуға тырысады, бірақ Лиза болса қатты араласуға қарсылық танытады. Ал Сэмнің әкесі Хентер ешкіммен араласпайды, өйткені оның өзіндік проблемалар болып, әйелі оны үйінен қуып жіберген болатын. Мектепте Джулия өз жігітімен кездесіп, елдің көзінше адуши сорсып алады. Джулия мектеп бітіру кешінен кейін өз жігітімен жатып вайс-вайс жасайтындығын өз достарына айтады. Достары оған қолдау білдіру мақсатында Кайли бүгіннен қалмай мен де жігіт тауып сонымен жатуым керек деп қарама-қарсы отырған Конор атты жігітке көзі түседі. Сэм болса жігіттермен жатуға оларға қызығушылығы жоқтығын айтып әңгімені басқа жаққа бұрып жібереді, өйткені Сэм қыздарды ұнататын лесбиянка болатын. Джулия үйіне келгенде оған Калифорния университетін шақырту келгенін көреді, бірақ оны ол өз ата-анасына айтудан қорқатын, өйткені ата-анасы қыздарын өз қастарында жүргенін қалайтын. Қыздар мектеп бітіру кешіне дайындала бастайды. Мектеп бітіру кешінің алдында олар Джулияның үйіндегі вечеринкаға жиналады. Вечеринка алдында Сэмнің ата-анасы өз қыздарына ақылдарын айтып, достарымен жақсы араласып, өзара қызықты сәттерден қалмау керектігін айтады. Ал олардан қалып қоятын болса, достықтары көпке бармайтындығын айтады. Бұған қатты ойланып кеткен Сэм достарына келіп, олардан қалмай жігітпен вайс-вайс жасайтындығын айтады. Сол уақытта Сэмнің туған әкесі қызын құттықтап арнайы кортежбен вечеринкаға келеді. Солай барлығы мәз-мейрам болып, ата-аналар өз балдарын мектеп бітіру кешіне шығарып салады. Солай барлығы лимузинге отырып, виски шарап ішіп тойлап отырғанда қыздар өздерінің группаларында түрлі суреттерді жіберіп намек тастай бастайды. Бұл жазылған әңгімелердің барлығы Джулияның үйінде ашып қалған ноутбугында көрсетіліп жатқан болатын. Вечеринкадан кейін Митчелл мен Хантер үйді жинауға Лизаға көмектеседі. Солай үшеуі үйді жинап әңгімелесіп отырғанда ноутбуктан келген хабарландырудың дауысы шыға бастайды. Барлығы жиналып бөлмеге кірген бойда ноутбуктан қыздарының бір-бірімен смайлик арқылы сөйлесіп жатқанын көреді. Баклажандар мен персиктердің смайлигінен олар барлығын түсініп қояды. Лиза мен Митчелл қыздарын ойлап жігітпен жатудың алдын алу керек десе, Хентер өз қызына қыздармен емес жігіттермен болғанын қалайтындығын айтып қарсылық танытпайды. Бірақ Лиза мен Митчелл бұның ақымақтық екенін айтып, барлығы солай қыздарының жаман іс әрекеттен құтқаруға арттарынан барады. Қыздар бұл уақытта выпускной вечеринкаға келіп қойған болатын. Вечеринка барысында Сэм томпақтау келген Шадым атты баламен сүйісіп тұрады. Сол уақытта қыздардың ата-аналары вечеринкаға кіріп келіп, Хентер өзінің қызының жігітпен сүйісіп тұрғанын көріп, жігітті ұнатпай қояды. Өйткені Хантер еркек атаулыға сай ер баламен болғанын қалады, ал қызы болса қайдағы жоқ томпақтау баламен болайын деп жүргенін біліп қалып, оларға қарсы шығу керектігін айтып, барлығы Оссенің ата-анасының үйіне келеді. Үйдің терезесінен вайс-вайс болып жатқан екі жұпты көріп, оны Джулия деп ойлап қалады. Бірақ олар Оссенің ата-анасы болатын. Оссенің ата-анасы олардан терезеден көріп тұрғанын байқап қалып сыртқа шығады. Ата-аналар болса оларға барлығын түсіндіріп, қыздарының қай жаққа кетіп қалғандығын сұрайды. Олар болса барлық оқушылар Кайлидің көлдің жағасындағы үйіне кетіп қалғандығын айтып, бірақ оның адресін бермей қояды. Митчелл болса барлығын тыныштандырып, өз әйелінің сол өзен жағасындағы үйлерде жұмыс жасағандығын айтып, барлығы Митчеллдің әйелі Мерсидің үйіне келеді. Үйге келген бойда Мерсиді Лиза әңгімеге тартып тұрғанда, сол уақытта пайдаланып Митчелл үйдің адресін тауып алып, барлығы үйден шығып кетеді. Бұл уақытта Джулия, Кайла, Сэм үшеуі көңіл көтеріп арақ ішеді. Кайла әлгі Конор атты жігітімен жеңіл наркотик қабылдап кайфына кіріп кетеді. Адресті білген ата-аналар вечеринканың үстінен келеді, бірақ оларды жас балдар ішке кіргізбей, кіру үшін жамбастары арқылы пиво ішуге шарт қояды. Ата-аналар болса келісуден басқа амалы жоқ болып келісімін береді. Солай пивоны шлянка арқылы Митчеллдің жамбасына құяды. Солай спор қызып жатқанда аяқ асты полиция келіп қалады. Оқушылар жан-жаққа бытырай қаша бастайды. Митчелл жамбасынан шлянканы суырып алып, барлығы бірге қайта балалары мінген лимузиннің артынан қуалай кетеді. Бұл уақытта лимузиннің ішінде отырған Сэм арақ шарапты көтере алмай сол жерде чайдың үстіне құса бастайды. Бұған желкенген басқа да адамдар талдың астына құсатындай тусовкадан кейін барлығы тоңқайып, құсып, тышып сол жерде полный бардақ қылады. Сэм басын люктан шығарып, артында келе жатқан ата-аналардың машина құсып жібереді. Құсық машина лобовойына тиіп, дым көрінбей ата-аналар машинамен бірге жерге қадалып қалады.
Бірақ ешкім өлмей барлығы аман-есен тірі қалады. Бұл уақытта олардың балалары киімдерін ауыстырып өздеріне зат алуға жолдағы магазинге тоқтаған болатын. Сол уақытта Джулияның анасы Лиза телефон соғып қызының не бүлдірейін деп жүргенін білетіндігін айтып, екеуі солай ұрсысып қалады. Қыз болса жігіті Остинмен бірге кететіндігін айтып телефонды қойып тастайды. Бұны естіген ата-аналар қайта Остиннің ата-анасының үйіне барады. Үйде олар тір жалаңаш көз жұмбай ойнап жүрген Остиннің ата-анасын көреді. Қолайлы уақытты пайдаланып білдіртпей олардың телефоннан балаларының вечеринканы жалғастыратын жаңа адресін біліп алады. Вечеринка өтіп жатқанда Остин Кайлаға Джулияның анасына қатты ұрсып қалғандығын, оған ренжулі екендігін айтады. Бірақ Кайла Джулияның көңіл көтеру үшін Остин екеуіне арнайы номер дайындап қойған болатын. Кайла бөлмеден шыға бергенде Лиза бірден бөлмеге кіріп кетеді. Лиза біраз ойланып отырып қызына кедергі жасамауды шешіп, Джулияны не қалайды сол болсын деп бөлмеден шыға бергенде бөлмеге Джулия мен Остин кіріп келеді. Лиза болса сасқалақтап кроваттың астына тығылып қалады. Қызына кедергі жасамас үшін көкпар басталып жатқанда білдіртпей бөлмеден шығып кетеді. Келесі бөлмеде Кайла өзі таңдаған Конор атты жігітпен «О май гад, ару деп көкпар шауып жатқанда әкесі Мэйшел бөлмеге кіріп келіп Конорды көтеріп алып жарға былай да былай лақтырып ұрып қуып жібереді. Кайла әкесін тыныштандырып өзінің бойжеткен қыз болғандығын айтып, өз өмірі мен өз таңдауы бар екендігін айтады. Сэм мен Чедім оларда көкпар шауып жатқан болатын, бірақ Чедім қоян секілді тез бітіріп бөлмеден шығып кетеді. Қыз болса көңіл күйі толмай сол жерде қалып қояды. Бөлмеге Сэмнің әкесі кіріп келіп қызымен ашық сөйлеседі. Қызы болса тек қыздарды жақсы көре алатындығын айтып әкесіне айтады. Әкесі қызын лесбиянка болса да қолдайтындығын айтып демеу береді. Солай үш ата-ана балаларының жағдайын түсініп өздері көңіл көтеріп виски ішеді. Қыздары болса бөлмеден шығып ең алғашқы Vice түндердің қалай болғандығын айтады. Сэм болса сол күйі қыздарды жақсы көре алатындығын айтып лесбиянка болып қала беретіндігін ескертеді. Арада солай 3-4 ай өтеді. Қыздары басқа қалаға оқуға аттанады. Ата-аналары болса қуанышпен қыздарын шығарып салады. Осылайша кинода аяқталады. Видеоны лайк басып арнаға тіркеле отырыңыздар.